Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге рецебі жасалу жолы оңай әрі тез торттың құрамымен бөлісемін. Ол үшін алдымен біздің құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, барлығын көпіргенше 7 минуттай 8 минуттай миксерлеп аламыз. Одан кейін қантымызды қосып, біркелкі аппақ болып көпіргенше, үлкейіп көпіргенше миксерлейміз. Одан кейін үй температурасында тұрған, еріп тұрған сары майды салып, барлығын біркелкі миксерлеп, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді илекке ұнымызды, қопсытқышымызды және какаомызды бірге қосып араластырып, илектен өткізіп миксерлейміз. Илегімізді 2 бөлікке, 3 бөлікке бөліп миксерлеуге болады. Сонда ол бисквит жақсы көтеріліп шығады. Дайын болған салмамызды табамыздың астын майлап, барлығын осылай біркелкі жинақтап құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіреміз. Енді кремдерімізді дайындаймыз. Ол үшін сливкиге араластырып миксермен сахарный пудрны қосып, вареный сгущенкамен бірге барлығын миксерлейміз. Өте қою, жақсы крем болып шығады. Одан кейін піскен корждарымызды 3 бөлікке бөліп, суытып, содан соң кремдерімізді жағамыз. Кремдеріміздің барлығын жақ болғасын, бетін ганашпен әсемдейміз. Корждарымыздың арасына мен киви қостым. Кивидің барлығын жұқалап қосып, кремнен кейін 3 бөлікке салып шығасыздар. Және үстінде кивимен әсемдедім. Достар, және де каналға тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей тортымыз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Әрі астында тұрған қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өйткені менің салған әрбір видеом сіздерге көрініп тұру үшін. Барлықтарыңызға ас болсын, әлі де көптеген рецепттер болады. Рахмет.